Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli cemaat, hürmetli Müslüman bağırlar. Allah subhanahu wa ta'ala barşamızın kulçuluk ibadatlarımızda kabul etsin. Biz İmam Abu Barakat An-Nasafi'nin akida еңбегін бастаған болатынбыз. Бүгін жалғасы, бүгінгі тарау фи сифатул вахданiyya. Алла Тағаланың жалғыз болу сипаты. Енді бұл жерде ақида мамандары дилалату таману, яғни қарама қайшы дәлел келтіре отырып Құдайдың жалғыздығын дәлелдеу. Бұл жөнінде Аллах субхана тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Лау кана фихима алихатун иллаллаху ла фасадата". Садақаллахул азим. Егер бұл аспан мен жерде Алладан басқа құдайлар болған кезде бұл дүниенің астан кестен шығып кетер еді дейді. Осы аятта Аллах субхана тағала бізге не істеді? Құдайдың барлығын, оның жалғыздығын дәлелдеу үшін осындай мысалды келтірді. Бұны ғалымдарымыз дәләйл таманух деген, дилалату таманух. Бұл қандай нәрсе? Мысалы, бұл әлемде екі құдай болғанда, мысалға немесе құдайлар болғанда, бұл дүниенің астан кестен шығып кетеді. Сондықтан бұл дүниенің бір жүйеде тұрғандығы бір құдайдың бар екенін білдіреді. Бар болу былай тұрсын, бар құдайдың жалғыз екендігін білдіреді. Бірінші нәрсе мынау: яфалу ма юрид ва яхкум ма яша. Алланың қалағаны болады. Дұрыс па? Ол Құдай болғаннан кейін оның несі болу керек? Тек оның қалағаны болу керек. Енді қалағаны болмаса ол қалай Құдай болады? Өзі Құдай болса, оның қалауы орындалмай жатса, ол қандай Құдай сонда? Сондықтан Құдай болған заттың тек соның қалауы, қаласа бар қылады, қаласа жоқ қылады, қаласа қыс қылады, қаласа жаз қылады. Енді мынадай нәрсені айтып жатыр. Жаңа жоғарыдағы аяттың мағынасын сіздерге айтып кетейін. Мысалы, мынадай нәрсені келтіреді. Айтты ғой, егер аспанда, жерлерде, аспан мен жерде Алладан басқа құдайлар болғанда, аспанның астан кестен шығып кетеді дейді. Неге? Кім айтады? Енді бәрі келісіп алса, біреу суды алса, біреу тауды алса, біреу ананы алса, біреу мынаны игерсе деген сияқты, жан-жануар бар, өсімдік бар, басқасы бар. Келіспей қалады ғой әркімдігі. Сол. Енді бұл жерде мұндай сұрақ болса, ал енді келісіп істесе ше. Екеу болайық, келісіп отырайық. Жоқ, жаратылған Құдай боламайды ғой бәрі, жаралған. Енді қараңыздар, дұрыс негізгі логика, мысалы қарап отырсаңыздар, не дейді? Біреудің екеуінің бірдей қалауы орындалуы мүмкін емес. Қалай? Мысалы, біреуі менің тұруымды қалады, біреуі менің отыруымды қалады. Енді екеуінің де қалауы болды деп айта аламыз ба? Болмайды, ол қарама қайшы нәрсе. Сөйттім да мен отырсын дегеннің қалауы орындалды да, бұл кісі тұрсын деген Құдайдың қалауы орындалмай қалды. Ал қалауы орындалмаған ол Құдай бола алмайды. Ал енді екеуі келіссеше,
бұл кісінің отыруына дейтін болсақ, ғалымдар не дейді? Келісу әл-ғаджз, әлсіздік. Келіссең ол әлсіздік қой. Түсінді ме? Мысалы, үйде екі бастық болмайды, дұрыс па? Үйде бір-ақ бастық болу керек. Екеуі келіссе не болады? Біреу әлсіреді деген сөз. Біреу әлсіреді деген сөз. Білмеймін қай жағы тарап. Енді имам Насафи рахимахулла не дейді? Саниғул алами уахидун. Бұл әлемнің жаратушысы жалғыз. Басқа ешқандай күмән болмау керек, құрметті жамағат. Басқа біреуде тәсір дейміз ғой, әсер етуші бұл күш бар деп қабылдауға болмайды. Әсер етуші құдіретті жалғыз Аллада ғана. Мысалы су. Бұл шипа бере алмайды, бірақ шипаға себепкер бола алады. Қай уақытта егер бұл суға Алла тағала шипа ету әсерін берсе. Су, қазір ана кісі ішеді, шипа боласын дейтін болса, бұл су болады. Бұдан не түсінеміз? Суға басқадай әсерді қосуға болмайды. Бұл су 2 күн тұрған, содан ол жерде кішкене бір нәрсе пайда болған, содан кейін бар ол әсер еткенді, ана жерді ашып жіберген, содан тауы болып кеткен деген секілді суға екінші бір күшті араластырмау керек. Бұл Құдайды жалғыз деу деген сөздің астында көп нәрсе бар, құрметті ағайын. Бақытты етуші кім? Алла. Сондықтан ол жерге бір нәрсені қыстырмасын. Неге? Өйткені сен мойындадың ғой, бұл әлемнің жаратушысы құдіретті Алла жалғызды. Демек, Аллада ғана әсер болады. Қазір біз ойлаймыз жаңа, деп мына оқтан қазір ат тастасам, мына оқ барақта басын тезетсе өлтіріпсе, ол оқ деген темір, ол өлтіру, онда ешқандай бір функция жоқ. Оған функцияны беретін кім? Сен қазір барып анаған тиесінде, ананың басын жарасында, анаған ажалды берем. Сол ажалды бермесе, оқпен оны тығылдатып атсаң өлмейді. Көрдіңіз ме? Біз не істейміз? Қазір бекті әні басып қалса, өлтіреді ғой деп ойлаймыз да. Ал өлтіруді беретін кім? Енді онда неге сен мынада өлтіріп қояды деп тұрсың? Ол өлтіреді. Өлтірмейді, негізі өлтіруге себеп болды. Қай жағдайда? Алла саған ажалды белгісін берсе ғана. Әйтпесе анау дәу бәлем миллиметрлік гаубицаның басын соқпай батса да, егер Алла тағала сол сағатта саған ажалды жазбаса, сен өлмейсің. Бұның қорытындысы не? Бұл яғни біз айттық. Құл хуаллаху ахад. Айтты ғой, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Айт оларға Алла жалғыз. Болды, басқа Алла жоқ. Яғни басқа бір саған күш, құдірет әсер ететін еш нәрсе жоқ. Сондықтан біздің қателігіміз не? Біз бүйтіп қолымызға мынадай бір пашка ақша тисе, қуанып қаламыз. Неге? Енді жағдайым жақсы болады деді. Сонда біз не істедік? Біз негізі мойындадық, Алла жалғыз деп. Бір құдірет егесі сол деп. Сөйттің да сен не істедің? Не болды, қуандың ғой. Болды, Құдай қаласа жағдайымыз түзеледі дейді. Неге? Мына оған беріп тұрсың да сен құдіретті. Сондықтан Алла субхана тағала Құран-ы кәрімде وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Адамдардың ішінде бір адамдар бар дейді. Алладан басқаны өздеріне тәңір жасап алады дейді. Тәңір жасап алу деген табыну шарт емес. Құдірет берсең болды оған. Мынау шипа береді, мынау бақытты қылады десең, сен жаңағы пайғамбар заманындағы мүшриктерден ешқандай бір фарқың болды. Және олар оны Алланы жақсы көргендей жақсы көреді дейді. Көрді? Болмаса бүйтіп ана бүйтіп біз бір доллар деген бір қағаз бар, көк қағаз бар.
анау түсіп бір теңге көтеріп түсудің өзі адамдарға неғып уайымдай қалып келеді ше. Неге? Өйткені адамдар соған не беріп қойған? Құдірет демеген жаңада бір не беріп, құзыреттілік беріп қойған да. Бұл стабильный тұрса, жағдайымыз стабильный, бұл түсіп қымбаттайтын болса, жағдайымыз кризис деген секілді түсіп жатыр. Бұның барлығы неге қарсы, неге қайшы болады? Алла жалғыз деген ол. Бір Алла болғаннан кейін күш, құдірет, ажалды беруші, әсер етуші ол Алла ғана. Қалған ешқандай нәрседе бір әсер жоқ. Содан саниул алами уахидун, бұл әлемнің жаратушысы жалғыз болды. Жалғыз түсіну керек солай. Ve Алла жалғыз деп емес, яғни мысалы дәрі ішіп жатқан кезде де. Бұл әлемнің Құдай жаратушысы, құдіретті егесі, шипа берушісі біреу. Сол затқа біз Алла деген есім бергенбіз, сөйтіп оны Алла дейміз. Арабтар мысалы, қазақтар, фарсылар Құдай деген, қазақтар Тәңір деген мысалы. Алла мысалы шипа. А мынау не? Бұл жайда себепкер. Қаласа шипа болды. А егер неге мысалы қарап отырсаңыздар, жүректің біреу мысалы дәрілер көп, бірақ мысалы соның бәріне бірдей әсер етпейді ғой, дұрыс па? Біреу жазылып кетеді, біреу жазылмайды. Өйткені ол Алланың қалауы. خلافا للسماوية والنصارى والطبيعية والأفلاكية. Біздің Құдайды уахид, жалғыз деуіміз бірінші санауияларға, яғни мәжустерге қарама қайшы келеді. Олар не істеген? Әлемде екі Құдай бар деген. Жақсылық Құдай, жамандық Құдай деген. Екінші насаралар. Насарал яғни христиан дінінің өкілдері. Олар не дейді? Жаңағы үштікке сенеді. Құдай, бала және қасиетті рух па? Әртүрлі олардың өздерінде де. Ол табиғи, немесе табиғатқа құзыреттілік берушілер. Табиғат ана, табиғат неткен құдіретті дейді. Табиғаттың жаратқаны дейді. Табиғат шебер дейді. Ол жерде Алла тағалаға не беріп тұрған жоқ та. Уәл әфлакия деген енді жаңағы жұлдыз жорамал басқасына жаңағыдай етушілер, сенушілер. Олар істейді, ана нәрсе жұлдыз мынаны бақыт қылады, ана бәленше бақыт жұлдыз, ана түген жұлдыз деген секілді. Біреу бірдеңе жұлдызын көрмеді, болмаса менің жұлдызым ағып кетті деген сияқты өзі не істейді, думкаға түсіп жүреді. Я, ереке солай ма? Жота менің жұлдызым әлі туа қойған жоқ. Так что мен қазір әрекет етпеймін. Ертең жаңағы туған кезде мен көресімде кім болатын дейді. وَنَحْنُ نَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى دِلَالَةِ التَّمَانُ. Біз бұл мәселеге келген кезде және қарама қайшылық дәлелін келтіреміз. وَالَّتِي عَوَّلَ عَلَيْهَا جُمْهُرُ الْمُتَكَلِّمِينَ. Бұл дәлелді ақида мамандары негізге алып жүгінген. Ол қалай? Жаңа мен мысалым. Егер екі Құдай болса, біреу бүгін мен сабаққа келуімді қалайды, біреу келуімді қаламайды. Сөйтті де мен келдім. Яғни жүзеге асты. Демек, менің келуімді қалаған Құдай болды да, менің келуімді қаламаған Құдай боламайды. Неге? Оның қалауы орындалмады болды. Ал екеуі келісті дейтін болсақ, ол әлсіздік. Ал екеуінің бірдей қалау орындалып дейтін болсақ, ол жүзеге аспайды. Ол қарама қайшы нәрсе. Ол дәлелдерге келе береміз ақырын. Түсіндіңіздер ме? Онда мен қалай, мен біреу келсін деді, біреу келмесін деді. Екеуінің қалауы бір сәтте орындалуы мүмкін бе? Қалай сонда? Ол болмайды. Осындай ақидада кейбір ережелер бар. Енді бұны кейбір біздің заманда пайда болған кейбір ағымдар не істейді? Бұндай философия, бұл ереже қағидалар пайғамбардың заманында болмаған, сондықтан бұл философтардың қағидасына кіріп алған деген секілді тұжырымда айтқысы келеді. Бұл негізі тұжырымдар, ғылыми тұжырымдар, құрметті жамағат. Бұның өзіндік несі бар, дәлелі бар бұлардың.
Яғни ол замандағы небір философиялық ойлар мен тұжырымдарға осы ереже қағидалар арқылы не істеген, жауап берген. وَنَقُولُ إِنْفَرَدَ إِلَهَيْنِ قَادِرَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ فِي صِفَةِ الْأُلُوهِيَّةِ. Мысал дейді, мынадай бір мысал келтірсек дейді, жақсы дейді, қоя берейік. Екі құдай болса дейді, екеуі бірдей болса дейді, және жаңағы құдайлық сипаттар дейді. Анау да жалғыз, анау да жалғыз, анау да құдіретті, анау да құдіретті, анау естуші, анау естуші дейді. Юатти иля ижтимаъ диддайни. Бұлай деп айту екі қарама қайшы нәрсенің бір жерге жиналуына алып келеді. Қалай? Мысалы, мен отырам, не тұрам. Осы тұру процесі мен отыру процесін бір мезетте атқарыла ма? Сіз түрігіп тұрсыз, әлі отырсыз деп айтамайды. Не отырам, не тұрам. Бірақ сіз әрі отырсыз, әрі тұрсыз деп айтылмайды. Түсінді ме? Егер біз екі құдай болса, екеуі бірдей болса, құдайлық сипатта дейтін болсақ, біз қарама қайшы нәрсені бір жерге жинаған боламыз. Бұл ақыл тұжырымға қарсы. Ау аджзил қадирина мутамаthилайни. Немесе екі бірдей нәрсенің бірі әлсіз, бірі күшті деген тоқтамға келуіміз керек дейді. Немесе екі қарама қайшы нәрсені бір жерге жинаған болуымыз керек. Ау аджз ахадихима. Ал немесе екеуінің бірдей әлсіздігін пайда қылады. Уәл-куллу мухалун уәма юадди иләл мухал фағуа мухал. Ал бұл айтылған үш жағдайда үшеуі де не дейді? Мұстахил, яғни мүмкін емес нәрсе. Мүмкін емес нәрсеге апару ол мүмкін емес. Мысалы қараңыздар, менің отып бір мезетте отыр әрі тұр деу мүмкін емес нәрсе. Енді мүмкін емес нәрсеге апара тұрған бір нәрсені мен о кісіні отырғызам да бір мезетте тұрғызам деуінің өзі ол дұрыс емес нәрсе дейді. Өйткені ол болмайтын нәрсе. Ол да мысалы жақсы, біреу айту мүмкін, болдырам, ал мені әрі тұрғызыңыздар, әрі отырғызыңыздар. Осы екі процесті бір уақытқа кіргізіңіздер. Немесе мына дуал, біз айтамыз, дуал ақ. Мына дуал бір мезетте қара ақ болады деп айтамайсың сен. Ақ, қара, қарама-қайшы нәрсе. Екеуін бір жерге, ол не бір ақпен бояп қоясың, бір секунд, үстінен қарамен жүргізіп өтеді. Міне қара болды. Ол бір уақытта емес. Ал бір уақытта оны әрі қара, әрі не қыламайсың. Сондықтан хамелеонның өзі бір мезетте бірнеше түс киінбейді ол. Уақыт керек арасында. Әрі жасыл, әрі қап-қара болып тұр деп айтпайсың ғой. Болмаса әрі қап-қара, әрі аппақ деп айтады. Не ол қара болады, не ақ болады, не көк болады, не жасыл болады. Оған уақыт керек. Сондықтан бұл жерде үш нәрсені айтты. Екі құдай болу керек. Екеуі сипаттарда бірдей болу керек. Ал бұл нәрсе үш нәрсеге алып келеді дейді. Қандай? Біріншісі, екі қарама-қайшы нәрсе жинады. Қалай мысалы? Айттым ғой, бүгін дәрістің болуы біреуі қалады. Мынау айтты, бүгін дәріс болмайды деді. Мен құдайым, менің қалауым болады деді. Жақсы. Сөйтіп дәріс болды. Бұл екеуінің де қалауы жүзеге асады дейтін болса, ол қарама-қайшы нәрсе бір жерге жиналған болады. Бұл мүмкін емес нәрсе. Екінші қандай? Екеуінің де қалауы жүзеге аспай қалды. Немесе біреуінің қалауы жүзеге асып, біреуінің қалауы жүзеге аспай қалған болады. Бұл үш жағдайда үшеуі де мүмкін емес нәрсе. Сондықтан бұлай негізі логикаға, бұлай мантыққа салсаңыз, Құдай біреу деп шығасың дейсіз. Ол адам соған келеді. Басқадай болмайды. Соны мына осы ережемен ғалымдарымыз дәлелдеп отыр. وَهَذَا لِأَنَّ إِنْفَرَدْنَا إِلَهَيْنِ قَادِرَيْنِ عَلَى جَمِيعِ الْمَقْدُورَاتِ. Мысал айтсақ дейді, екі құдай бар, бірдей, екеуінің барлық нәрсеге құдіреті жетеді.
Мынау да шипа бере алады, мынау да шипа бере алады, мынау да жоқ қылып жібере алады, мынау да жоқ қылып жібере алады, мынау да бақытты қыла алады, мынау да бақытсыз қылады, мынау да қар жаудыра алады, мынау да қар жаудыра алады дейді, мысалы дейді. Солай келіседі, дұрыс па? Осыны бір енді имам Абу Баракат Насафи осыны айтып отыр. Бірінші дейді, екі құдай бар, екеуінің де барлық нәрсеге құдіретті деп есептейді дейді. Не болады екен, қазір нәтижесін көрейік. فإن أراد أحدهما أن يخلق في شخص حياة والآخر أراد أن يخلق فيه موتا. Бұл жерде біз екі құдай бар дедік. Екеуі де барлық нәрсеге не дедік? Құдіретті дедік. Бір мысал. Енді кім айтады? Имам Насафи айтады, рахимахулла. Мынау дейді, мына жерде бір адам бар. Мынау тұрып айтты, мынаған тіршілік берем деді. 100 жасасын деді. Мынау тұрып айтты, бұған өлім берем деді дейді. Енді бұл екеуі құдай болғаннан кейін, екеуінің барлық нәрсеге құдіреті жеткеннен кейін, мынау 100 жыл өмір беру керек та, мынау сол сәтте оны өлтіру керек. Дұрыс па? Енді әділдік бұл. Екеуі бірдей ғой, бірдей. Бірақ мына кісі тірі қалды. Не болады? Мынаның қалауы жүзеге асты да, дәл қазір мен оған өлім берем, өйткені мен Құдайдың құдіретін жетеді дегеннің қалау орындай алмай қалды. Орындай алмай қалған, ол уже Құдай болуға лайықты емес. Көрдіңіздер ғой? Осыны дәләйіл таманов деген, диләләту таманов деп айтады. Қарама-қайшы мысал келтіріп отырып Құдайдың жалғыздығын көрсету. فإن حصل مرادهما لازم الجمع بين الدين. Ал енді дейді, екеуінің де қалау орындалды дейді. Не болады онда? Қарама-қайшы екі нәрсе бір жерге жиналған болады дейді. Ананың қалауымен анау өлу керек еді, мынаның қалауымен мына тірі қалу керек еді. Енді екеуінің қалауы орындалды дейтін болсақ дейді, жаңағы анау өліп тіріліп бір мезетте ол мүмкін емес. Сондықтан екеуінің қалауы орындалды дегенге келісе аламыз ба, келісе алмаймыз ба? Келмейді. Екінші, ойын тағатталат ирадатухума وَلَمْ يَحْصُلْ فِي الْمَحَلِّ لَا هَذَا وَلَا. Енді дейді, екеуінің де қалауы орындалмай қалды деп көрсек дейді. Не десек? Мынау тіршілік берем деп еді, мынау өлім берем деп еді. Екеуінің де қалауы орындалмай қалды десек не болады? Сәбәтә аджзу куллу вахидин минхума. Екеуі де қалауы орындалмаған үшін дейді, екеуі де Құдай бола алмай қалады. Енді оны қалай Құдай демесе керек, қалау орындалмаса. Мына мысалдар қиын болып жатқан жоқ па? Бұны кішкене замақай етуі мүмкін да, бірақ түсінуге тырысу керек. Неге мысал қараңыздар? Қазір қоғамда мынау атеистік көзқарастар, сосын исламофобия жүріп жатыр. Мынау жаңа Инстаграм, Фейсбук, кез келген ақпарат құралын алсаң, не жүріп жатыр? Исламофобия, сосын не жүріп жатыр? Атеистік ұғым жүріп жатыр. Мына қағида ережелерді білмеген адамдар соған еріп жатыр. Бұл кісі не істейді? Білмейді. 1-2 жыл шыдайды. Қойындар, мүмкін емес. Ар жағында ғылыми база, потенциал болмағаннан кейін бір күн айтады, мынау негізі жөні бар, расымен ешкімге барып жүр, көріп жүр, шынында да бәрі бекер секілді дейді. Сол теорияға келеді. Сондықтан мен сіздерге айтамын, Құдайдың бар екенін, Құдайдың жалғыз құдіреттілігін ғылыми көз жеткізіңіздер. Жай еріп кете бермеңіздер, анау айтты, мынау айтты, мешітте имам айтты емес. Сондықтан қараңыздар, біздің басымыздағы бағымызда Алланың берген иманы.
Қазір бізден Алла сақтасын, осы отырған әр қайсымыздың деймін, бүйтіп жүрекке берген хидаят бүйтіп Алла алып қалса, кәпір болып қаламыз. Бәріміз. Ерекең де, сәкең де, бәкең де, тәкең де, бәрі. Рекең де. Неге? Өйткені біз Құдайды танып келуге ғылыммен құзыреттілігіміз жетпейді, потенциалымыз. Неге? Өйткені ешқайсымыз ізденген жоқпыз. Ізденген жоқпыз. Ізденген бұлай түсіп қазақша жазылған хадистің аудармасын оқымаймыз ғой. Қазақша жазылған пайғамбарымыздың өмір тарихы сираны оқымайсыздар ғой. Ол ақиданы тұр. Бұл миды қатыратын нәрсе. Сондықтан мына нәрсені бір мезгіл оқу керек. Неге ол жалғыз болу керек? Например, адам өзін таныту керек. Сонда ол сырттан келген атеизм болсын, ол басқа саяси күштер бола ма, арандатушы күштер бола ма, ол берілмейді. Ол кең. Өйткені оның қорқақ сенімін жақтап шығуға оның өзінің ғылыми жаңа потенциал жетеді болды. Ана намаз оқып, бәлен жыл ораза ұстап жүрген бір кісі айтқан ғой, жаңағы бір философ. Мен саған бір сұрағым бар деген ғой, қандай деймін? Осы Құран Алланың сөзі ме деп? Әлбетте Алланың сөзі. Құдай сақтасын, біз солай қабылдауымыз керек. Енді Құдайдың сөзі болса, оның ішіндегі мәселелер неге рет-ретімен келмеген дегенде, бір мәселе ана жақта жатыр, бір мәселе мына сүреде жатыр, бір аят анада жатыр, бір мәселе мына жақта, дәрет мына жақта жатыр, құсыл мына жақта жатыр, зекет мына жақта жатыр, сиыр зекеті ана жақта жатыр деген сияқты. Ана ойлап қалған ғой. Сөйтсе ана сұрақ қойған кісі өзімізді мұсылман бауырымыз екен. Қой аға, мен жай айтып отырмын деп. Ана жаңа ойнап көрген ғой философиялық жаңа сұрақтармен. Сондықтан егер мына ақиданы жақсылап мінбесеңіздер, шләпілеріңіз теріс айналдырып жүреді. Жүр ғой қазір ана 10 жыл болған намаз оқып, 10 жыл намаз оқыпты да қазір таңертең болып жүрген біреу бар. Ана медресе бітірген біреу бар дейді қазір. 4 жыл медресе оқыған ғой. Қазір жаңағы нелердің, жаңағы тәңіршілердің, жаңағы несі дейді, жаңағы өкілі. Сондықтан Алла субхана тағала Құранда айтқан: "Роббана ла тузиг қулубана бәъда из һадайтана". Я Раббым, сен менің жүрегіме иман бергеннен оны алып қойма. Оны алып қоймау үшін жұмыс жас. Қазір бір исламға болып келіп, бір атеист келіп алып қоймау керек. Ол үшін жұмыс жасау керек. Қалай? Оқу керек. Көзді ашықтан. Неге мынау жаңа жаратылыс бұны кім игеріп тұр? Көр, екеу болса қалай болады? Көр. Сол мысалдарды ғалымдарымыз жазып, мұсылмандарды қорғаған. Сол күмән туындаған кезде жазған ғой, бұл не істейміз? Адамдар, сондықтан ол қиямет күнге дейін де болады. Не? Бізді азғырушылар. Хақ жолдан тайдырушылар, ол бітті. Енді мұсылман мемлекеттер көбейді, ислам орнықты, жоқ, көбейе береді. Әлі талай ағым шығады қияметке дейін. Ең соңғысы кім болады? Ең соңғысы Даджал болады. Өліні тірілтіп, тіріні өткен кезде мынау Құдай екен деп көп адам ереді. Ол ең үлкені ғой, фитнаның. Бүліктің ең үлкені. Сондықтан қазіргі бүліктер, ол ағымдар шығып жатыр, атеистер шығып жатыр, исламофобтар шығып, небір дұшпандар шығып, мұсылмандар бөліп жатыр, азғырып жатыр, бөліп жіпке салып, таластырып жатыр, бүйтіп жатыр. Бұл жай қарапайым нәрселер. Ең үлкені кім? Даджал шығады, фитнаның үлкені. Ол кезде ол қазіргідей болмай. Ол кезде не болады? Ана Құран Алла тағаладан болса, неге ішіндегілері рет-ретімен түсіп, порядок болмаған деп, жай ғана бір сынақ болмайды дейтін. Үлкені керек. Қалай? Бір атаңдайды дейді. 12-ші, 15-ші. Жерден шығарып береді. Аты жөнін айтқызады мені. Тіріп тұрған адам өлтіреді, қарайды өлді, кеудесінен жан шығады. Қайттан тірілді, қайттан тұрады. Мен Құдайым маған ерім dedi. О, қиямет ақырдың белгісі. Алла сақтасын. Ол бір сәтте бүкіл әлемді аралап шығады екен. Екі жерге кіре алмайды, ол Мекке, Мәдинаға. Ол енді қияметтің белгілеріне қатысты иншалла мәтіндерде келеді.
сол кезде кішкене үлкен белгілері бар, кіші белгілері бар. Кіші белгілері үшке бөлінеді. Болып кеткен, болып жатқан, енді болады. Үлкен белгісін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Ол таспен ұстап тұрып мына жағын қиып қалса не болады? Сау ете қалады. Сол қияметтің үлкен белгісі алтау. Ол сүттей болды. Қасқаның сәтте келген. Бір сәтте бүкіл әлемді аралап, ол кірмеген ауыл, қала, жер қалмайды. Екі-ақ жерге кіре алмайды. Сол қанша адам ертіп кетеді. Қанша адам сенім сақтап қалады. ولم يحصل في المحل لا هذا ولا ذاك ثبت عجز كل واحد منهما لتعطل إرادته وامتناع ما يريد إثباته بمنع صاحبه. Сонда екеуінің қалауы орындалмай қалды дейтін болса, онда екеуі де әлсіз болады дейді, екеуінің де қалағаны жүзеге аспай қалған болады дейді. Оны қалай сонда Құдай десе оған қалауы болмай тұрған болса. إذ لولا إرادة صاحبي ضد مراده لحصل مراده ونفذ مشيئته وإن نفذت إرادته أحدهما دون الآخر كان ذلك تعطل إرادة عاجزا والعجز مستحيل أن يكون إلها لأن العجز من أمارة الحدوث. Енді қараңыздар, ал енді біреуінікі орындалып, біреуінікі орындалмады дейтін болса, ол қалауын орындай алмаса, ол қалай Құдай болады дейді. Сөйтіп қалауы орындалмаған ол әлсіз болады, оны Құдай деудің ешқандай бір мәнісі қалмайды да, қалауы орындалып тұрған Құдай болады да, Құдай жалғыз болып шығады. Бүгінгі сабағымыздың барысы болса, иншалла біз бұл тақырыпты жалғастырам. Бұл көптеген мысалдар деді. Осы мысалдарды ақырын естуіміз керек, жаттап алуымыз керек. Субханакаллахумма бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илейк. Аллахумма инна нас'алука илман нафи'ан ва ризқан васи'ан ва амаlan mutaqabbala. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana ва kaffir anna sayyi'atina ва tawaffana ma'al abrar. Ya Allah'ım bizlerді кеудемізден жанымыз шыққанша қар жолдан тайдырма. Соңғы демізде ла илаха илlalloh Muhammad Rasul калимаға тіл келтіріп, иманда, исламда өзіңе құл болған, шынайы құл болған қалда жан тапсыруымызды баршамызға нәсіп етіп. Я Раббым, қияметке дейінгі үмметтерімізді, я Аллахым, иманда, исламдағы қияметке дейін, я Аллахым, жерімізде, әрбір мұсылманның елінде мешіттерін есікте ашық болсын, я Аллахым. Я Раббым, қиыншылыққа түскен бауырларымызды өзің рахметің, жеңілдігіңді, дүниеден түскендеріне, я Аллахым, өзің рахметің алып кешіріміңді бер, я Аллахым. Ya Rabbi, sağan ғана құлшылық етеміз, сенен ғана жатырмыз. Ауырып жатқандарға шипа бер, Алла, сен ғана шипа беруші, басқа шипа беруші жоқ, я Аллахым. Сенен шипа сұраймыз. Қарызға батқандардың қарызын жеңілдет, я Алла. Я Аллахым, өзіңе ғана құлшылық, өзіңе ғана жәрдем сұраймыз. Алла разы болсын, құрметті жамағат.